Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін мен сіздерге 2023 жылы жарық көрген Ешқайда атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Көлікпен бірнеше адамдарды әкеліп, оларды тез қоршаудан өткізіп, контейнерлер арасымен жылдам жүріп, полиция көріп қоймау үшін топ-топқа бөлініп кетеді. Олардың қашып бара жатқанын түсінеміз. Оқиға Испания елінде орын алады. Ары-бері қашып, діттеген жерлеріне кеп, жігіттен ақшаны алып бергенде шарт өзгерді, ақша да көтерілді дейді. Басқа тиындары қалмаған Нико мен Мия амал жоқ сақиналарын беріп өтуге мәжбүр болады. Келіп бір контейнерге жайғасады. Ішінде біраз адам барын көреміз. Сонда біреу видео қарап, елде керек қорды, яғни өмір сүруге арналған тағам ресурстарын сақтау үшін алдымен қарт кісілердің көзін жойса, енді балалар мен екі қабаттарды қолға алғанын көріп отырады. Содан кейін бұл адамдар сол жүйеден аман қалу үшін қашқанын түсінеміз. Мұндай жүйеге қарсы Ирландия еліне бара жатқанын естиміз. Мияның аяғы ауыр екен. Сонда 2 күннен бері ішіндегі баласы қимылдамай қойды деп айтады. Содан уақыт өте біреу тесік тесіп күннің шуағы түседі. Егер ол тірі болып, біз оны тастап кеткен болсақшы деп Мияның көзіне жас толады. Нико болса, жоқ, ол тірі емес, оны алып кетті деп оның да көңілі түсіп отырады. Яғни олардың Ума атты қыздары болған екен. Сөйтіп көлік тоқтап, есікте біреу тарсылдатып ұрады. Жаймен жақындап көреді. Есік ашылып, ішке қарай басқа адамдар ағылып кіреді. Нико бас жағына қап кетеді. Сонда отырғызғандар, сендер көпсіңдер, басқа көлік келе жатыр деп жартысын түсіруге кіріседі. Қарулармен қорқытып, Нико да сол адамдар арасында кетіп, Мия үлгермей контейнер ішінде қалады. Уайымдаған әйел тесіктен қарап, оларды басқа көлікке отырғызып жатқанын көріп, телефонмен хабарласып, Нико, менде бәрі жақсы, мен көрші көліктемін, ешкімге сенбе, тағамды, телефонды өзіңмен ал деп айтып жатып, бірінші аялдамада қашып шығамын дейді. Сырттағы адамдардың дауысын естіп, тесіктен қараса, адамдар шулап канистрларын көтеріп, суларын алып жатады. Талас басталғанда билік өкілдері ешкімді аямай оқтарын жаудырады. Оқтар контейнерде де тесіп өтеді. Кейін қайта тесікке қараса, балалар мен 2 қабат әйелдерді тартып әкетіп жатқанын көреді. Сөйтіп өткізу пунктына келгенде оларды тоқтатып, қаруланған тексерушілер шопырдан құжаттарын сұрап жатады. Шопыр ештеңе жоқ, құжаттағы нәрсе деп кетуге тырысқанмен оған сенбейді. Сол кезде Николардың да көліктері келеді. Есікті ашса, ағаш жәшіктен басқа ештеңе көрінбейді. Жәшік жаққа жақындап кеп, ештеңе таппайды. Сөйтсе адамдар темірдің ар жағына тығылып, ол жерде де бір қорап тұрғанын көреміз. Үндерін шығармай білдірмеуге тырысады. Тексеріп кеп, біреуді шақыртып, бас жағына тұрғызып, өзі бірдеңе сезгенде сырт жақтан бас жағына барып, атуын бұйырады. Атқанда оқтар оған жетпей шығады. Түсінген ол ішке кіріп, шығыңдар, болмаса атамыз деп олардың шыққандарын қалап, өкінбейсіңдер деп өз әңгімесін айтып жатқанда, Мия жәшіктің үстіне көтеріле бастайды. Шықпаған соң амал жоқ, атуға рұқсат беретін кезде есікті бір қыз ашады. Сонда алдаған әскер қызға кеп оны атып салады. Бәрін өлтіріңдер деп бұйырып, автоматтарымен шетінен қырып тастайды. Мия болса дыбысын шығармауға тырысып, аузын жауып жатады. Мәйіттерді шығарып, жуып шайып тастайды. Содан уақыт өте контейнерді кемеге артады. Күйеуіне телефон шалса, ол өшік болады. Мен порттамын, қайдасың деп аудио жібереді. Сөйтіп біреудің сөмкесін тауып, ішінен бір ауыз суды, телефонды табады. Кейін өзі жанатын жарықты қосып, киім киіп ұйықтауға кіріседі. Контейнердің қимылдап кеткенінен оянады. Тесіктен қараса, қатты теңіз дауылы болып жатыр екен. Кеме адамдарына айқайлап көмекке шақырады. Қызы әрі-бері лақтырып, кемеден бірнеше контейнер аударылып кетеді. Есін жиып, не болып жатқанын түсінбеген ол айналасына қарап, су жиналғанын байқайды. Сөйтіп арт жақтағы тесікке қараса, судағы 3 контейнерді көреді. Жоқ деп бірнеше тесіктерге қарап, суды көріп, қайда екенін түсінгендей болады. Телефонмен хабарласпақ боп алса, экраны жарылып, ештеңе істей алмай, сөмкедегі екінші телефонды алып, пин-кодын білмей аша алмайды. Су контейнердің бір жағына жайылса, екінші жағы құрғақ болады. Солай бір жәшікті ашып көреді, ішінде пластмасс ыдыстар екен, екіншісінде киімдер, үстіндегісін шешіп, жаңасын киіп алады. Үшіншісінде теледидар, төртіншісінде құлаққаптарды көреді. Біреуінен арықтарды табады. Төбеде тағы біреу жіппен асылып тұрады. Сөмкеге заттарды теріп салып жатып, скотч алып, су ағып жатқан тесікті жамай бастайды. Кейін адамдардың айқайлап, шыңғырып жатқан дауыстарын естіп, тесікке қараса, Николардың контейнері екенін көріп, Нико деп тыпырлап қалады. Өз телефоннан сим-картаны тез шығарып, екінші телефонға салып, Никоға хабарласады. Қоңырау барғанмен ол алмайды. Контейнер жаймен су астына батып кетеді. Нет, нет, прошу, нет, прошу, нет.
көз жасы аққан Мия телефоны өшік тұрған Никоға қайта-қайта қоңырау соғады. Кейін болмаған соң пышақты алып ойланып отырып тамырын кеспек болып отқанда баласы қимылдайды. Бірден пышақты тастап ішін ұстап көреді. Бір жері томпайып шығады. Бірде суда ағып бара жатып оянады. Ілініп тұрған жәшік құлап ішінен ойыншықтар шашылады. Су жылдам көтеріле бастайды. Ілініп тұрған жіпке асылып құтқарыңдар дегендей ұрады. Алайда су толып ауаны жұтып батып бара жатады. Су ішінде айқайлайды. Сөйтсе түс көріп жатыр екен. Су болса шынымен жаймен толып жатыр. Содан ілініп тұрған жәшік астына екіншісін итеріп қойып пышақпен кесіп түсіреді. Шұқылап ашса оның ішінен де пластик ыдыстар шығады. Ойына бір нәрсе кеп теледидардың қорабының ішінен шлангыны алып бір тесікке тығып суды ыдыспен құя бастайды. Екі жәшікті бір жағына итеріп салмақты сол жағына қарай басымырақ қылып тесікті судан сәл жоғарылатады. Бойымен сәйкес келетін жерге максимум деп жазып жабыстырып қояды. Яғни судың жететін шегі. Сөмкеден бар заттарын шығарып жайып не барын қарап тұрғанда телефонын шырылдайды. Алса Нико болады. Оларды алдап қала сыртына тастап кеткенін жеткізеді. Саған жетіп аламын деген күйеуіне контейнер құлап су ортасында екенін айтады. Артынан келемін, бірдеңе ойлап тапқаннан кейін хабарласамын деп тұтқанын қояды. Тағамнан тістеп жеп суын ішеді. Бір ыдысқа дәретке отырып, оны жәшік ішіне тастайды. Күн күркіреп, ауа райы бұзылады. Сол кезде суы ағып, қазір емес деп тұрады. Содан контейнер қозғалып, жәшік ішінде шыңғырып отқанда, ыдысқа салып қойған телефоны шырылдап, Нико деп ойлап көтеремін дегенде қолынан түсіп кетеді. Сөйтіп толғағы күшейіп, жіптерден ұстанып, киімдерін шешіп тастап, күшеніп, айқайлап баласын босанып алады. Кіндігі мойнына оралып шығады. Кіндікті босатып, үнсіз жатқан сәбиге өтінемін, тыныс ал деп арқасынан саусақтармен жаймен ұрып массаж жасайды. Пожалуйста. Жәшік ішінде отырып әлсіреген Мия баланың жылағанынан оянып, плацентасын шығарып, оны ыдысқа салады. Содан судың деңгейі көтеріліп, үшінші күні қайда келгенін көреміз. Бұрауышқа көзі түсіп, төбені белгілеп тесе бастайды. Ал қызы тоқтамастан шырылдай береді. Кейін оны тыныштандырмақ болып, қолына алып тесікке қарап тұрғанда сүті аға бастайды. Бұған дейін ембеген қызы сүтті еміп, содан кейін бірақ тынышталады. Қарны ашқан Мия ас қалған тағамын жеп тауысып, суын ішіп, ары қарай тесуге кіріседі. Біразын тескен кезде батарея отырып, ол да шаршап шалдыққанын көреміз. Кейін су болған телефоннан сим-картаны алып, өзінің телефонына салып қосып көреді. Қосылғанымен сынған экраннан оны аша алмайды. Жүйкесі сыр бере бастаған ол ыдыстарды лақтырып жатып, біреуінен пышақ шығады. Оны алып әлсіреген ол тесіктердің арасын кесе бастайды. Шаршағанша кесіп түседі. Түнде ұйықтап жатып, қарны ашып тұрып, ыдыстағы плацентаны амал жоқ оны жеуге кіріседі. Солай тұрғанда киттің дауысын естіп, тесіктен көрмек болғанда контейнерді итеріп жібереді. Құлап жылаған қызына тез жетіп, оны алғанда тағы да соғады. Сонда ағашпен темірді ұрып, айқайлап, қорқытпақ боп оны қуғандай болады. Сөйтіп 6-шы күні ол пышақпен төбесін кесіп жатып, соңына келгенде пышағы да сынып қалады. Суы таусылып, соңғы тамшысына дейін ұрттап, есі адасайын дегендей түрі біртүрлі болып кетеді. Амал жоқ теңіз суын ішпек болады, алайда оны ішпей бетіне құяды. Себебі теңіз суы ащы болып келеді. Кейін темірдегі тамшыларды жалап алып, құсайын деп отырады. Әлі кетіп отқанда жаңбыр жауа бастап, ішейін деп аузын тосып, ыдыстарды жайып тастайды. Ойына бірдеңе келгенде тесіктің бір шетіне пышақпен майыстырып, жіпті кіргізіп алып, жартысына дейін жылжытып, жіпті қолына орап, бар күшімен тарта бастайды. Барынша тартып жатып, темірді амалдап майыстырады. Қызын көтеріп сыртқа шығады. Үстінде ұйықтап, қызының жаялығын ауыстырмақ боп кірленгенін суға тастағанда балықтар жақындайды. Оны көрген Мия мұнда келіңдер деп қолын созады. Сосын темірге пышақтың басқа жағын байлап, жіпке орап, суға лақтырып, балықтарды ұстамақшы болады. Ары лақтырып, бері лақтырып, оларды ұстай алмайды. Әлсіреп жатқанда аспаннан ұшақты байқап, тез төмен түсіп, теледидарды сындырып, бір бөлігін алады. Көтеріліп жатып, санын темірге жырып кесіп алады. Бірақ бәрібір ұшаққа белгі бермек боп күнге шағылыстырады. Ештеңе болмаған соң теледидар ішін ақтарып, бір кішкентай темірді алып, аяғын байлап, арақты құйып жібереді. Айқайлап, сымның бетін ашып, ішіндегі мысты әлгі кішкентай темірге жалғап, жарақатын тігуге кіріседі.
Сөйтіп құлақ қаптардан тор тоқи бастайды. Ертесіне 2 таяққа байлап суға салып, қызының кірленген жаялығын тастап балықтарды күтеді. Оларды жақындайды. Ақыры біреуі кіргенде оны ұстап шығарып, шикідей тістеп жеп алады. Балығын ары қарай ұстап, артықтарын ыдыстарға сап тастайды. Қағаздарға SOS деп жазып, яғни көмек сұрап, ыдыстарға салып, теңізге лақтырады. Арасында қызын емізіп, суды шығарып, осылай 12-ші күнге жетіп қалады. Содан қызы қақылдап жөтеліп, оның ауырып қалғанын түсінген Мия құтыға матаны салады. Ішімдікті құйып, оны жағып, жылытуға тырысады. Екеуі жатқанда тық-тық деп ұрылып тұрған дауысы естіп, не тықылдап жатыр деп сыртқа шығып, жаймен шетіне қараса, өзі тастаған ыдыс екен. Сол кезде Нико қоңырау шалады. Сынған телефоны зорға дегенде басылып, Никомен сөйлеседі. Экраным сынып, саған хабарласа алмадым дегенде Никоның дауысы өзгеріп, сені құтқара алмаймын. Не болды деген әйеліне, ол контейнерге тығылып кемеге барыпты, бірақ оны тауып, қашқан кезде оқ атып жаралапты. Содан көп қан жоғалтқанын жеткізеді. Тірі қалмайтынын түсінген күйеуі Миямен қоштасу үшін хабарласып жатқанын естиміз. Оған қыз босанғаны жайлы айтып, оның атын Ноа деп қойдым деп екеуін сөйлестіріп, Мия екеуі бір-бірін жақсы көретіндерін айтып, телефонның батареясы отырады. Әйелі егіліп жылайды. Кейін қалтасынан Нико берген сникерсті табады. Күндері өтіп 26-ші күні судың деңгейі белгілеген шекке жетеді. Сыртта тұрып жүрген олар жәшіктің бөлігіне ыдыстарды байлап суға лақтырып көріп, қайта шығарып байлап жатады. Қызы жылағанда оған бесік тектес жататын нәрсе жасап, оны тербетіп отырады. Сол кезде балыққа бір шағала кеп, шоқып ұшып кетеді. Қорлыққа жақын қалдық деп ойлағандай болады. Түнде тесіктерден су қатты кіріп тола бастайды. Ішіне қарап, Умоның суретін көріп, түсіп фотоны алады. Кейін алыстау жерде сникерсті байқап алуым керек дегенде оған жүзіп барып, оны алғанда контейнер қисайып, қызы суға ағады. Қайтпақ болғанда су түбіндегі жіпке аяғы оралып, оны босатуға тырысады. Болмаған соң сынық пышағын шығарып кесе бастайды. Ол өтпей сәл ғана кесіледі. Контейнер батып бара жатып, соңғы ауасын жұтып, жіпті ары қарай кеседі. Ол кезде толық су астына кеткенін көреміз. Ноа деп қызын іздейді. Киттің де дауысы шығып, астынан жүзіп өтеді. Қызы болса жыламай суға тербеліп жатады. Кит соның қасына жақындап, суын шашып өткенде Ноа жылай кетеді. Шырылдаған дауысын естіп, солай қарай жүзеді. Қызын тауып, мен осындамын деп оны тыныштандырмақ болады. Кит те дауысын шығарып, оған баласын тауып бергенде ары қарай жүзіп кетеді. Әлсіреп, жаурап, балыққа келген шағаланы көргеннен кейін балықтарын тастайды. Аз қалды деп сеніп, шыдау керек. Біздің оқиғамызды айтып беруіміз керек деп өзін қызын жігерлендіргендей тырысады. Алайда күші кеткен Мия қызынан кешірім сұрап, қайта-қайта қолымнан келгенін жасадым деп жатады. Содан шағаланың дауысын естіп, аспанға қарайды. Ұшып өткенін көріп, тағы да балықтарын шығарады. Айналасына құстар үймелеп жиналы кетеді. Мына жақта бір отбасы торды алып шығып, әкесіне бұл жерде балық жоқ деген едім ғой деп құстардың шулағанын байқап, не бұл деп жақындап көрмекші болады. Жанына кеп салды тартып шығарып, сәбиді көріп таң қалады. Бұл жерде қайдан жүр? Біреу бар ма деп айналасына көз салады. Кейін байланып тұрған жіпті байқап, оны тартуға кіріседі. Тарта келе қолына байланған Мия шығады. Екеулеп көтеріп, беті көгеріп кеткен Мияның көкірегінен басып, массаж жасап, ауа береді. Бір-екі рет қайталап, нәтиже болмайды. Бірнеше рет қаттырақ басып, ауаны бергенде Мия өзіне келеді. Оны отырғызып, Мия қызым қайда деп сұрағанда, оны қолына ұстатады. Әкесі оларды тапқаны жайлы портқа хабар беріп, кері бұрылады. Басында түсіне қоймаған Мия айналасына көз салады. Аман қалғанына сеніп, еңіреп жылап, көзінен жас ағып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.